ойбой аға, бұл қандай жер? Қызығып кіріп кетіп едім сіздерден кейін. Бұл қорған астындағы қойма археологиялық 96 жылдан күні бүгінге дейінгі жиналған қазба жұмыстары кезінде табылған археологиялық жәдігерлер. Түркістан ғана емес, Түркістанның 56 қоныс қалаларынан табылған археологиялық жәдігерлер. Бұл жерде қазбадан табылғаннан кейін бастапқы қалпы камералық өңдеу деп аталады. Алғашқы жуып тазалау жұмыстары осы жерде жүргізіліп, мысалы қала мен қоныстан табылған осындай ағаш жәшіктерге салынып отырады. Мысалы Қаратөбеде қаласынан табылған жәдігерлер осы жәшіктер. Мына жерде Сидағата қаласынан табылған жәшіктер осы жерлерге жазылып, іштеріне сақталынып, осы ағаш сөрелерге сақтаулы тұрады. Одан кейінгі жұмысымыз музейіміздің қор сақтау бөліміне актімен өткізіліп, ары қарай зерттеу жұмыстары ары қарай жалғасын табады. Рахмет аға. Жақсы.